Экранда көріп отырғандарыңыздай алғашқы марапаттар алуға дайын. Бұл жерге келу үшін басынан бастап көрсететін болсам, бастапқы бетте оң жақта, жоғары жақта мына сыйлықтың суреті тұрған батырмаға басасыздар. Сонан кейін мына жердегі тапсырмаларға басамыз. Тапсырма. Сода ең үстіңгі жағында қарап тұрсақ, верификация қазір өтіңіз деген жазудың астында аяқталды деп тұр. Және талап ету деген батырма жанып тұр. Осыған басамыз. Ішіне кірсек, міне қазір таңдау. Екі түрлі сыйлық береді, соның біреуін таңдау керек. 20 USDT споттағы сауда жасауға немесе деривативтегі, жаңа фьючерс дейді, сода сауда жасауға шегерім алу үшін беріледі. Біз әрине көбінесе спотта, әзірше спотта сауда жасаймыз, сол үшін біріншісін таңдаймыз. Мына жерде төменде сипаттамасы былайша айтқанда. Енді осыны таңдау үшін оң жақтағы плюс сан тұру 0, соған басасыз. Содан кейін төменде келесі. Таңдауды растау. Енді ары қарай менің сияқыларым арқылы көруге болады. Жерде көрмейді екен. Жоғары жақта міне сияқылар. Міне қандай сияқылар таңдалғаны көрсетеді. Бізде комиссия үнемдеуге. Енді соның ішіне кіреміз. Осыны енді белсендіруге болады. Ол үшін талап ету батырмасын басасыз. Қолдану. Міне енді қазір осы спотта сауда жасасақ, бізден ұсталған комиссия сол жаңағы 20 USDT есебінен жабылып отырады. Былайша айтқанда біз қазір енді спотта сауда жасай берсек, комиссиясыз болады деген сөз.